Сәлем достар. Гуглға Егов деп жазамыз. Жазғаннан кейін ең бірінші тұрған электронное правительство кіреміз. Егов деген үлкен жазумен тұрған таңдаймыз. ЭЦП-ны таңдаймыз және де өзімізге керекті ЭЦП-ны таңдап аламыз. ЭЦП таңдаған кезде ең біріншісін таңдаймыз. Аутсты. Одан кейін паролімізді енгіземіз. Открыть, подписать. Өзіміздің Еговтағы страницамызға кіреміз. Осының ішінде здравоохранение деген бар, соны таңдаңыздар. Бірінші бізде медицинская помощь деген осындай бет шығады. Егер де біздікі болмаса, показать все дейміз. Осының ішінде ең ұзақ жазумен жазылып тұрған предоставление информации об участии в качестве потребителя медицинских услуг деп басталатын жазбаны басамыз. Заказать услугу онлайн. Осының ішіне біздің отчисление, взнос барлығы шығатын болады. Осы жерде фамилия, имя, иін барлығы шығады. Далее деген кнопканы басамыз. Басқаннан кейін бізге бірден ЭЦП-ны сұрап тұр. Подписать ету үшін. Қайтадан жаңағы ЭЦП-мызды таңдаймыз, бірақ манағы кірген аутс таңдамаймыз, астындағы рса деген екіншісін таңдаймыз. Бұл бізде подписать ететін ЭЦП кілтіміз. Паролімізді жазамыз, открыть, подписать. Кейде осылай ұзақ тұрады, қайта обновить етіңіздер. Обновить статус дейміз. Сол кезде бізге барлық информацияны шығарып береді. Орысша немесе қазақшасын таңдаңыздар. Одан кейін бізге түскен осы күнге дейін барлық отчислениялар осының ішінде тұрады. Мен жасырып қойған бағанада сіздердің иіндеріңіз немесе жаңағы түсіретін компанияның иіндері, аты жөндері жазылып тұрады. Мына жерде айлары, қанша түсіргендері, взнос па, отчисление ма, барлығын ап-анық қылып жазылып тұрады. Бұны сақтап алу үшін төбеде тұрған стрелканы басыңыздар. Сол кезде сіздердің компьютерлеріңізге бұл документ сақталады. Достар, менімен болғандарыңызға рахмет. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.